Саламатсыздар, құрметті көрермендер. Бүгін біз сіздермен past continuous, яғни созылмалы өткен шақпен танысатын боламыз. Жалпы созылмалы өткен шақ дегеніміз не? Ол өткен уақытта, қандай да бір аралықта прогрессте болған іс-әрекетті көрсетеді. Мен өткен сабақта сіздермен өткен past simple, яғни ол өткен уақыттағы аяқталған іс-әрекетті білдіреді. Ал past continuous созылмалы өткен шақ ол өткен уақытта, яғни аяқталмай қандай да бір созылып жатқан процесте болған іс-әрекетті көрсетеді. Ендеше біз сіздермен қазір формуласымен танысайық. Бірінші формуласы ол бізде subject бастауыш plus was and were, яғни өткен шақтың to be was were plus verb етістік және етістікке ing жалғану арқылы жасалынады. Бұл бізде өткен шақтың формуласы. Ендеше мысалға келейік. Мысалы, мен үйге анам келген кезде телевизор көріп отырдым. Яғни анам келді, мен сол уақытта телевизор көріп отырдым. Бұл прогресс. Яғни мен телевизорды может бір сағат бұрын бастаған шығар, может 5 минут бұрын бастаған шығар, бірақ мен әлі де телевизор көріп отырмын. Яғни прогрессте. Мысалы, I was watching TV when my mom came home. Яғни мен анам үйге келген кезде мен телевизор көріп отырған процесте. I was watching TV. Енді сөйлемге қарасаңыздар, I деген бұл бізде subject, яғни бастауыш. Және көріп тұрсаңыздар, to be was. Және watch етістігіне, көру деген етістікке мен ing жалғап тұрмын. I was watching TV when my mom came home. Келесі, was were-ге қатысты мен бөлек сабақ түсірген болатынмын. Егер түсінбей жатсаңыздар, сол сабақты көрулеріңізге болады. Was were дегеніміз осы өткен шақтың to be етістігі. Келесі, тағы да бір мысал. Ол футбол ойнап жүрген кезде оның телефоны шырылдады дейік. He was playing football when his phone rang. Яғни оның телефоны шырылдады. He was playing football when his phone rang. Яғни оның телефоны шырылдағанда ол футбол ойнап жүрген. Яғни процесте. Келесі, тағы мысал. Рейчел келген кезде олар кешкі асын ішіп жатқан. They were having dinner when Rachel came home. Яғни Рейчел үйге келген кезде олар кешкі ас ішіп жатқан. Жаңбыр жауып жатқандықтан біз кеше қыдыруға шыққан жоқпыз, мысалы. It was raining. Жаңбыр жауып жатқандықтан біз далаға қыдырған жоқпыз деді. It was raining, so we didn't go out. It was raining, so we didn't go out. Жаңбыр жауып тұрғандықтан біз қыдырған жоқпыз. Яғни кеше жаңбыр жауып тұрды, ол процесте, яғни ол 1 минут жауып тоқтап қалмайды, ол жауып тұрды процесте. Может, ол 5 минут жауған шығар, может, 10 минут жауған шығар, бірақ жауып тұрды. Сондықтан біз қыдыруға шыққан жоқпыз. So we didn't go out. Бұл бізде болымды сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Енді қазір біз сіздермен болымсыз, осы сөйлемді болымсызға айналдырайық. Болымсызға айналдырғанға was to be-не біз not жалғану арқылы жасаймыз, бірақ біз оны қысқартып жазамыз. I wasn't watching TV when my mom came home.
Яғни менің анам үйге келген кезде мен телевизор көріп жатқан жоқ болатынмын. Ол футбол ойнап жатқан жоқ болды. He wasn't playing football. When his phone rang. Яғни телефон шылдаған кезде ол футбол ойнап жатқан жоқ болатын. Келесі, Рейчел үйге келген кезде олар кешкі ас ішіп жатқан жоқ болатын. Having dinner when Rachel came home. Келесін айналдырақ, яғни біз далаға қыдыруға шыққан кезде жаңбыр жауып жатқан жоқ болатын. It wasn't raining when we went out. Яғни біз далаға шыққан кезде жаңбыр жауып жатқан жоқ болатын. Далаға немесе қыдыруға шыққан кезде жаңбыр жауып жатқан жоқ болатын. It wasn't raining when we went out. Яғни сөйлемді болымдыға қойдым, себебі мына жерде бізде болып жазған we didn't go out, яғни біз қыдыруға шыққан жоқпыз. Мына жерде went out, біз қыдыруға шықтық, себебі жаңбыр жауған жоқ болатын, ол кезде жауып жатпады. Яғни біріншісі болымда, екіншісі болымсыз. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Енді қазір біз сіздермен сұраулы сөйлеммен танысатын боламыз. Жалпы сұраулы сөйлемді қалай жасаймыз? Мысалы, ол анасы келген кезде телевизор көріп жатты ма? Жаңағы мысалды айналдырайық. Was she watching TV when your mom came home? Енді мысалы ол анасы үйге келген кезде телевизор көріп жатты ма? Яғни біз жауап береміз yes, she was. Себебі сұрақ бізде was-бен қойылып тұр. Егер жоқ дейтін болсақ, no, she wasn't. No, she wasn't. Келесі мысал. Was he playing football? Was he playing football when his phone rang? Яғни оның телефоны шырылдаған кезде ол футбол ойнап жатты ма сұрақ. Яғни жауап береміз yes, he was. Ал егер жоқ дейтін болсақ, no, he wasn't. Келесі, олар Рейчел келген кезде кешкі асты ішіп жатты ма? Were they having dinner when Rachel came home? Яғни жауап бересіздер yes, they болғандықтан біз жауап береміз yes, they were. Егер жоқ дейтін болсақ, болады no, they weren't. No, they weren't. No, they weren't. Олар қыдыруға шыққанда жаңбыр жауып жатты ма? Was it raining when they went out? Was it raining when they out? Жаңбыр жауып жатты. Yes, it was.
Ал егер жоқ десек айтамыз no it wasn't. No it wasn't. Жалпы бұл тек қана to be мен сұрақ қою, және де бізде WH, білесіздер WH-тан басталатын сұрақ сөздер бар, яғни олар арнайы сұрақтар деп аталады, олармен де сұрақ қоюға болады. Мысалы, кеше сен не істеп жаттың дейік, сағат, мысалы, кеше сағат 11:30-да дейік. 11:30 yesterday. What were you doing at 11:30 yesterday? Кеше 11:30-да сен не істеп жаттың? Мысалы, сіз жауап бересіз, мен үй тапсырмасын орындап жаттым. I was doing my homework. I was doing my homework. Мен үй жұмысын істеп жаттым. Мысалы, кеше Джактың телефон шырылдағанда ол не істеп жатты? What was Jack doing when his phone rang? When his phone rang. Яғни, кеше Джактың телефон шырылдағанда ол не істеп жатты? What was Jack doing when his phone rang? Жатты. He was reading a book. Ол кітап оқып жатты. Жалпы past continuous бізде осылай жасалынады, болымды, болымсыз сұраулы. Сіздерге барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Егер түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментарийға қалдырсаңыздар болады, мен әрқашан жауап беремін. Және де тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар. Келесі кездескенше достар.